Армысыз құрметті тыңдарман, жан құмар арнасына қош келдіңіз. Мұнда тағдыр тәлкегіне түскен тағдырлардың оқиғалары баяндалады. Арнаға тіркеліп келіңіз. Соңғы кездері онсыз да ию-қию ұйқысынан әлсін-әлсін оянып, мазасы болмай жүрген шал, әдеттегідей таң қылаң бере қолына фильтрсіз сигаретінің талын ұзақ-ұзақ иіскеп отырып, дүниеге бей-жай мағынасыз көз тастаған. Төменде тырп-тырық аяқ дыбыс естіледі. Бара-бара ол көбейіп, гүрсіл сарыл машиналардың арыда бері де шөткірінгені, бір жағында қаланың қалың нөпір тірлігі басталады. Бет-бетмен безіп бара жатқан жұрт, бет-бетмен безіп келе жатқандар да солар. Кім не бітіргелі барады, кім не бітіріп қайтты, оны білісіп, сұрасып жатқан ешкім жоқ. Су! Ұлының қарлыңқы даусы балконға әзер-әзер жетті. Су! Құзғын сәрден көні кепкен итай. Зығырданы қайнаған шал ас бөлмеден үлкен зерен су алып, баласы жатқан бөлмеге кірген. Бет аузын көгілдір тартып, өн бойының арса-арса шыққан неме әкесіне ала көзбен қарады. «Яшы просил жаныма су әкеліп қой» деп. «Мынаны не, тауысып тастағансың ба?» Шал төсек жанында тұрған шәугімнің қақпағын ашты. «Бір түнде? Жалко, что ли?» Баласы зерендегі суды қылқ-қылқ жұтып алды. «Как там насчет выпивки?» «Бір-екі ұрттам ғана. Давай сюда». Баласы жарты стакан самогонды қолы дірілдеп, қақалып шашалып зұрғашты. «Ят, что ли?» деді сосын біраз тұншығып отырып. Шал жауап қатпай шығып кетті. Азылдатып шай қойған. Қанша жылдардан бері осы. Өз шайын өзі қояды, өзі ішеді. Ет соған әбден үйреніп алғаны соншалық, баласы үйге қайтып келгелі бөлмелері тарылып, дыбысы ұлғайып, мұның тынысы тарылып кеткен сияқтанады. Жанына жайсыз, өзінен басқаның бұған керегі жоқ, өзіне өзі ғана керек. Басқаны қайтеді, баласының қайтып келген қырсығын көрмейсің бе? Итай, өзінен туды дегенмен, бала кезінен жат болып қалғанда бауырың езіле қоймайды екен. Өзгеден көріп жүрген әкелік мейірімін өзіне қанша іздесе де таппай қойған. Бір подъездің бір қабатында тұратын 4 отбасылы жылдар бойы қатар жасап та бірін-бірі біле бермейтіні әркім өзіне ғана керек. Еш қайсысы да осы көршілердің жағдайлары қалай өзі деспейді. Өзгелер үшін тияқ серппейтін тұйық тірлік. Шал әбден көндіккен, өзіне қалайтын өмір. Мұнда ұл болған соң шүйіркелесіп отыру дейтін ұғым бөтен. Ұзақ жылдар паровоз кабинасында қиыр-шиыр кезген ғұмыры әуелде дала безер қылып жіберген. 40-тан енді асқанда қатыны өлді. Қайта үйленген жоқ, керек қылмады. Пойыздағы қызметті, қыз қырқынның қызығын місе тұтты. Ойна күл, алдында еш борыштар емессің. Осылай өткізді ол өмірін. Қала, жол, рельс. Оқта-текте ауыл еске түсетін. Сонда туады ғой ой. Өсті. Бірақ әскерден соң темір жолшылардың оқуын бітіріп, пойыз жүргізіп кетті. Өмірі рельстің үстінен шықпайтын. Анадайда аузы қисайып, әкең өліп жатса да, пойызды тоқтатуға болмайтын кәсіп ол. Осыдан кейін бұл ауылды да, ауылдағы ағайын туғанды да баяғыда ұмытқан. Олардың да мұны тарс естерінен шығарғаны күмәнсіз. Мұндағылар және білмейді. Дос жаран дегенге обастан үйір емес тұғын. Бірдекілімен соншалық әмбей-жәмбей болмаса да, анда-санда шай берсіп жүрушеді, әйелі өлген соң ол да тыйылған. Үйелменділермен араласуға жалғыздылықтың сәні келмейтін болып шықты. Сосын жан жағына қолды бір сілтеген, әйтеуір жалғыз ұл бар. Ұл үйлене сала қайнатасының қолында тұрды. Алғаны прокуратурада беделді қызмет істейтін бір дөкейдің маңдайға басқан жалғыз екен. Сөйтетін рас болса, біздің үйде тұрамыз деп, ұлын қолдарына кіргізіп алған. Орысшалау өскен, баласында қазақтың күшіккеу дейтін намысқа тиетін ұғымы да жоқ болатын. Жалғыздың жайы белгілі. Өзінен жаралды дегенмен, түр-түсі біртүрлі бөтен. Көбіне көп анасының бауырында,
жанында болды. Бұл пойызбен рельс болып қиыр-шиыр дүние кезумен ресторанда істейтін орыстың ышқыры боз, тоқ балтыр, қалың құйрық, қиылған бел, қаз бөтеге, қыз келіншектерімен алма-кезек көретін рахатмен жүрді. Үй жайды оншалық қапеліне ала қоймайтын. Өмір өте берді ғой. Жылжыған жылдармен бала да өсті. Мектеп бітірерде біраз қалғанда шешесі өлді. Сосын бұл күтуші әйел жалдаған. Өз жол үстінде болған соң балаға қарасын дегені. Қарауын ол байғұс қарады ғой. Бірақ баласы өзі білерменімен өсті. Сыра шарапқа үйірлеу болды. Сөйтіп жүріп мектеп бітірген. Сұраған парасын беріп, институтқа түсірген. 5 жыл бойы сол бергенін жыл сайын бере жүріп, оқуын бітірген. Бағы шығар, прокурор болып істейтін дөкейдің қызына үйленген соң, қайынатасының даңғарадай мекемесінен теккетерес мекемеде прокуратураның қызметкері болып шыға келді. Ендігі талай-талай белеске шығып тау төбесінен қарап тұрар меді, түбіне ішімдік құрғырмен қыз қатын жетті. Ұлы қыз қатынымен ішімдіктің қыр соңынан өкшелеп қалмай қойды ғой. Үйленгеннен кейін көп ұзамай араққа сылқия тойған күндері қайдағы бір сары албастыларды үйге алып келетін пәлеге ұшыраған. Орысша оқып, орысша сөйлеп өскен жуадар солғыр. Батона грузиншелейді. Развлекаться надо, дейді. Итау мұның кім? А какая разница тебе? Лучше сообрази закуску. Қайт еді. Барын столға қояды. Қойып өз бөлмесіне кетпек болса, ұлы жібере қоймайды. Давай, Батона, с нами. Бірдеңе ұрған ба? Да брось, старина. Енді мына қыздан не говори ерунду. Бұған бари бир, дейді ұлы. Ананың шолтиған юбкасының астына тақымына дейін көрініп отырған жуан ексанның арасына көзін сатып. Баласының көзімен бірге шалдың да көздері еріксіз солай кетеді. Кеткенде бұлдырап, мына сары сайтанның бұтына лыпа бар ма жоқ па анық айыра алмайды. Екі алыстан соң баласы әкесіне иек қағады. Көзіңді құрт дегені. Құртады. Құртқанда барар жері жатып жүрген бөлмесі. Телевизорды тоққа қосады да көсіледі. Сөйтіп жатып көзіледі. Содан селк етіп оянады бір кезде. Хабарлары, жарнамалары, кинолары бітіп кеткен көгілдір экран дырылдап тұрады. Шал оны сөндіріп, ұлымен сары сайтқан жатқан көрші бөлмеге құлақ тігеді. Сары сайтанның жалынған ба, жаныққан ба, әйтеуір жаны не кіріп не шыққан ыңқыл-сыңқылы абанық естеді. Япыр-ай, мына сары қаншықтың әні сұмдық қой, дейді шал көбірлеп. Өлеме, қайтеді. Батона, деп айғайлайды бір кезде ұлы. Ты жив? Амалсыз дәлізге шығады. Арақ сіміріп, ұрғаша әурелеуден әбден діңкелеген ұлының құлпет кейпінен ес шығып кетеді. Пузыр, Батона, дейді ұлы. Менде қайдағы арақ? Сбегая, итау жарым түнде. Десе де барады. Не көп, түні бойы істейтін ларек көп. Не көп, ларекте арақ көп. Ұлының әр келісінде әр қилы сары сайтан келеді. Қара албастылар да бар. Қай сайтан, қай албасты да бір-бірінің аузына түкіріп қойғандай. Өкілеп, үздігіп, үйді көшіріп жатады. Әуелде шалбыған үрке қарап, ашуланып, еденге түкіріп, жаман кіжініп, ішінен дымығатын. Дымын қалдырмайда сыбап отырушы еді. Бара-бара оған да бір қызушылықпен әуестік билеп кетті. Көрсе еді. Көрсем дейді соны. Өзі өткен, өліп өшкен мектеп қой. Қой, ұят деуді де ұмытқан жоқ. Бірақ әуестік әл бермейтін әзәзіл емес пе? Қайсы бірде төсегінен жайлап тұрып, мысықша ептеп басып, ұлымен сары сайтанның жын-ойнақ бөлмесінің есігіне келген. Есіктің үстіңгі жағы әйнек болатын. Көз әйнегін тығындап, ақырын содан ішкен үлді. Әуелі көзі төсек басындағы шыраққа түсті. Шырақтың білтесінен шыққан бір шөкім жарық үлп-үлп етеді. Бөлмеші қызғылт көлеңке. Шал қызғылт көлеңке арасынан ұлы мен сары сайтанды әзер тапты. Жаңа ғана жан алып жан беріп екіленіп жатқан сайтанның үні өшіпті. Жалаңаш бөксесі дөңкиіп төсекте жалғыз жатыр. Ұлы еденде екі бүктеліп қалған. Сірә әбден діңкелеп құласа керек.
Шал ұзақ тұрды. Кетейін деген ұлының қозғалғанын да байқап қалды. Расында анау басын көтерді. Мен осы қайдамын дегендей жан-жағына мағынасыз қарап отырды да тәлтіректеп түрегелді. О Құдай, бері жүріп келеді. Шал сүрініп қамынып бөлмесіне әзер жетті. Есігіне кіріп үлгергенше соңынан ұлының әсерлеп әзер шыққан дауысы қуып жетті. Батона, батона пит. Шал шықты. Дай пит батона. Сума, огненный. Шалды жалғыз сәтте әзәзіл айналдырды. Бөлмесінен өзі сығып ішіп жүретін 90 градустық самогонды қырлы стаканмен алып шықты да белуарынан асыра құйып, осыны тарт, деді. Ұлы самогонды көмейіне төңкере салып, демін ала алмай, қылғынып, шеке тамырлары сұмдыға адырайып, көзі шарасынан шығып, көгеріп сазарды да қалды. Содан әзер дем сімірген. Енді тікесінен түк құлап бара жатты. Әкесі сүйеп қалмаса, сүйеп қалды да, дәл сол жерге жатқызып, үстіне босағада ілулі тұрған қойтан жылы ескі плащын тастай салды. Сосын жанында аз кем тұрған, қорлы үдей түскенде барып, сары сайтан жатқан бөлмеге енді ептеп, қыздың жалаңаш бөксесіне үздіге үңілді. Толықта, томпақ, жұп-жұмсақ, жайлап иығынан қозғап еді, қазір үстіне тас құлап кетсе де дәнеңе сезер емес. Шалдың қаны қызып, тамырлары лыпылдай бастады. Шалды бір қарсы үйдегі шекілдеуік сатқыш жасамыс жуан әйелдің етегін көтеріп қойғаны болмаса, жас иістен баяғыда қалған, бірақ оның қызуы мен жұпары жадында қалған кәрі бура оқыс шабынып, шырақтың шөкім жарығын жалғыз үрлеп өшіріп, әй Құдай, өзің кешіре көр деп мені сары сайтанның үстіне міне берген. Жастанның құдірет қуат бергені бар ма? Шалдың күн түймесін пышақпен ойып алып жатсаң да, қыңбайтын халдегі удай мас қыздың балғын жұмсақ денесін бір сағаттың айналасында 2 рет езіп алған. Сосын бөлмесіне ентігіп жетіп, нәпсісінің қызуынан балқыған, босаған бойына ие бола алмай, жастығына жантая кетті. Шал әзәзіл нәпсінің дәмін баяғыдан білетін. Сонау пойыздың жүргізіп жүрген жылдары ресторандардағы даяршы, аспаз, жолсерік қыз келіншектердің қималарын қисайта қынадай қырған жаугер ғой. Енді мынау баласының сары сайтандары мен қара албастыларына шауып қойғанда бәлендей ұят демеді. Рас, баласы пісіп жүрген күбісіне әкесінің неткенін сәл-сәл нелеу. Бір түрлі қымсынады. Ұлым біліп қойса, ұятырақ деп қипақтайды. Бірақ оған кім айтады? Айтып қояр дейтін сары сайтан, қара албастылардың сықпыты анау. Адам түгілі айғыр шауып жатса да сезбейді. Мұндай жағдай тағы бірнеше рет қайталанды. Бұрын ұлының келіп, жын ойнақ жасайтыннан азарда безер болатын шалдың ендігі оған: жиі келіп жүрсеңші, мен жалғызбын ғой, менің сенен басқа кім бар дейтіні, ол аздай келуі кешігін кіресе телефон шалатыны, 90 градустық самогонды көбірек алып қоятыны шығарды. Көршідегі шекілдеуік сатқыш жасамыш жуан әйелдің кір халаты жер сызып, ескі тапочкасын тыпырлатып, шалау күйле бөлем бе деп баяғысынша күлмен қағып келіп еді. Сен айналайын, ектегеніңді ендігәрі қоймаған деп айдап шыққан. Оғың мүлде таусылған ғой, деді ана байбақ. Байғұс-ау, біз қазір қана-қанат кәрі құстарды емес, сары қауырсын сандуғаштарды дәлдейміз деген бұл. Далбасаңа сейін, ит қақпас, деп кетті ол. Шал оның сыртынан мысқылдап қарап, мырс-мырс күлген. Мырс-мырс күліп тұрып, өй сорлы, не білесің, деп өзінен өзі қарадан қарап көпінген. Көпініп тұрып, шүкір деді Құдайға. Неге шүкірле кетіп тұрмын деп те ойлаған. Сосын ойлағанда көз алдында да, көкейінде де удай мас сары сайтан, қара албастылардың дөңкейген жұмсақ бөкселері. Соларды қалай уыстап, қалай мықтындағаны, дүрдеген емшектерін сорпылдата сорғаны,
ертесіне қайтуға жиналып жатып, әлдігілердің құйрықтары мен омырауларын сипалай беретіндері көз алдына келіп, қуық астындағысы жыбырлап, қудыңдап қалатын. Жалғызлік жылдары мұның көңілін көтеретін самогон болды. Содан ептеп ішіп жүреді, көп емес, ептеп. Барнауылдан қайсы бір жылы қоныс аударып келген Архамев дейтін орыс шалы бар. Самогонды сол пәледен алады. Градусы 90. Арақтың жанында бұл адам деп қояды әлгі Архамев. Әй, адамың не? Дейді шал, бұрын естімеген теңеуге таң қалып. Таза дегенім ғой. Шал қитыңдады. Адам таза ма? Черт знает. Онда неге? Самогон действительно арақтан таза. Менікін айтып отырмын. Таза, бірақ естественно адал жолдан тайдырады. Онда неге жасап сатасың? Оны үкіметтен сұра. Жасап сатуды содан үйрендік. Өзі де ақылы толмай келе жатқан адамды арақпен азғындатып жатқан әуелі уақыт. Мұныңды естіп қоймай ма? Сен айтпасаң қайдан естиді? Бірақ сен тісінен шығармайсың ғой. Неге? Самогон сатпай қоямын. Екеуі қосарлана күледі. Жайраңдасып отырып, самогоннан тартып алады. Удаймас сары сайтан қаралбастының қатты емшек қалың құйрықтарына дәнігіп алғаннан кейін көңілі құтыңдап тұратын шал енді Архамевті қажайды. Орысау, ойнасың бар ма? Болмаса осындағы бір шекелеу сатқыш қатынмен таныстырайын. Бір жәшік самогон бересің, дейді. Побойся Бога, деп анау азарда безер болады. Уходи, дьявол. Шал кез келген қызықтың кез келген сәтте көрген түстей сағымдай болатынын білмейтін. Арақ пен қыз соңына шамалып түскен ұлының жалғыз күнде төбесінен жай түсті. Қызметінен айырылып, қайынатасы мен әйелі көр жерін арқалатып үйінен айдап шықты. Содан қолына қайтып келген. Жатып та, тұрып та шеді. Қалтасы қағылғалы қашан. Қазіргі қылатыны самогон. Оны да тауып келетін бұл. Зейнетақысы бар ғой әйтеуір. Оның үстіне баласы арақтан әбден жеңіліп біткен бе, орта стаканға шалқасынан түседі. Содан ұзақ ұйқы. Түс әлетінде әзер басын көтеріп, стаканнан тағы да жұтып алады. Қайта құлайды. Кешкісінде сол, әй сенің осы қарның ашпай ма? Деп сұрайды шал. У водки батона. Очень высокая калория, дейді өзеңденіп кеткен тілінің ұшы екі езуінен кезек-кезек жылт-жылт етіп. Кей күндері ұлының қалт-құлт басып балконға шығатыны бар. Темекі талын бірінен кейін бірі сорып, үнсіз ұзақ отырады. Көрікті-ақ еді. Енді 40-қа жетпей-ақ беті мыж-тыж, тік бойы еңкіш тартып, қолдарының терілері көбейіп, әрі жерлері ақтаңдақтаныпты. Енді не істейсің? Деп сұрайды шал. Жата бермексің өстіп? Налей батона. Құлап қаласың ғой. Умереть бы. Қой, оның не? А разве ты этого не хочешь? Хочешь. Қой әрі, жалғыз қалып. Ты так и всю жизнь одинокий. Одиночество требует избавления от всех, в том числе и от родных. Это такая болезнь, твоя болезнь, твоя беда, даже твоя смерть, батона. Иди үреме өйтіп. Дело в том, что ты чужой мне, родной, но чужой. Ты почти не жил с нами, ты часто бросал нас на произвол судьбы. Мать не смогла выносить этого долга. Одиночество для замужних женщин смерти опасно. Жә, дейді шал. Сенің айтқандарыңды түсініп жатқан мен жоқ. Сен мынаны айт, осылай жата бермексімсің, қайтесің? А как ты думаешь, ішіне қалай кіріп шығам? Кто-то должен жить в этом доме. Менше, мен бар емеспін бе? Шалдың көзі тікірейіп шыға келді. Но ты не вечный. Әй, шалдың да басы қалтаңдап, қолындағы сәндік таяғымен цементеденді тық-тық ұрды. Ұлының көзі аларды. Нали, немді, теңгеде қалмады. Қайдан табам? Это уже твоя проблема, батона. Өйдемен етіп, батона. Ұлының қанталаған көзінің қарасы көрдей суық екен. Қатты тіксініп қалған. Батона деген зәрлі дауыс енді осы үйдің үй түгілі мұның да қожасы менмін дегенді айғайлап айтып тұрды. Осы жасына келгенше бойында мен тек өзім деген адамға бұл аса ауыр тиген. Ашу, ыза, дәрменсіздік, лағнет, өкпе, өлердей жек көру бәрі көзі, көмейі, қолқасына түгел кептеліп, шерменде көңілі зеңбірек атсын келіп.
Осынау азаптар енді жатса тұрса соңынан қалмай, күндіз күрсінтіп, түнде күңірететін болған. Мынау 3 бөлмелі үй, тола жиһаздар, тіпті аяқ табақтарға дейін енді өзінікі болмайтынына өкінетін де мінез шығарды. Ол ұлынан бәрін, тіпті өмірді де қызғанатын секілденді. Өзінен өзі қорқа бастаған. Нелер сұмдық ойлардың шырмауында қалды. Соның ішінде ұлынан құтылу ойында пайда болған, осыны ойына алудың өзіне сұмдық үрей еді. Ұлы шалға маза беруді қойған, еңсесін шанда бір көтеретін кездерінде көр жерді көйтіп қанын ішеді. Шешесінің жасына жетпей өлгеніне де, мұның ішімдікке мектепте жүріп-ақ үйір болғанына да, келіннің осы үйге келіп тұрмағанына да осы кінәлі екен. Тіпті сары сайтан қара албастыларды алып келгенде, мұныңды қой демегені үшінде кінәлі болып шықты. Бәрінен бұрын самогонға шапқылатып қойғанын қайтесің. Әкел дейді, тап дейді, қай уақыт түн бе, күн бе, таң, азаң ба, есеп емес. Бар да әкел. Ахромевке әбден қарызданды. Бірде бұл дауыс шығарып көрсе, ұлы дәл төс сүйегінің шеміршегінен қолындағы стаканмен қаттырып жіберді. Тұра алмай тыпырлап ұзақ жатты. Кімге барып не айтады? Ағайын жоқ, дос жаран жоқ. Тырып басып келіп, үйлерінің алдындағы көлеңкеде осылардың подъездінде пойызда жол серік болып істейтін 2 жас тайлақтан арбалаңдап отыруы көп ботқа бет, боқ қарын участковыйдан жайлап сыр тартып еді. Ол бұлай: шырағым, елде бір туыс бар еді. Так, соның жалғыз ұлы бар, маскүнем, басбұзар. Так, сол енді шалды қорлап, ұрып, өлтірем деп қорқытатын көрінеді. Так дегенде не шаруа істеуге болады соған? Заңға беру керек. Ары қарай заң тексереді. Әуелі қамап, сонан соң тексере ме немене? Жоқ, әуелі тексеріп, бәр расталса барып қамайды. Неге керісінше емес? Сен заңға беріп қойыпсың деп, ол ит әкесін өлтіріп қойса ше? Ақсақал, сіз мені тергейсіз бе? Заң жаңағыдай. Енді не керек? Заңның тәртібімен ұшпаққа шыға қоймасын білген шал, ұлынан қалай құтылудың ұшығына жете алмай, ұзынды кеш өкпесі қабынып, өзегі өртеніп, өлі мен тірінің арасында мең-зең дел сал омалып отырып алады. Түн баласы қилы-қилы түс көреді. Түсінде дейді, марқұм әйелі баласының итжейдесін көрсетіп, бұған үнемі сұқ саусағын безеп тұрады. Тағы бір түстерінде баяғы сары сайтандар мен қара албастылар емшектерін салақтатып, жабыла мұны тырналайды да қуып жүреді. Сендерге не керек? Бізге артылдың, енді біз сені мінеміз дейді. Шошып оянады. Қайсы бірде түсінде сары сайтанның біріне артылып жатыр екен. Әлдегім иығынан түртеді. Қараса ұлы шошытты. Менің әкемді көрдің бе? Дейді ұлы. Мен емеспін бе? Емессің дейді анау. Отец, разве так делают отцы? Шал төсегінен атып тұрып, айнала төңірегіне мағынасыз әңгірейді. Таяуда ғой, бұл мүлде қаперіне алмаған жағдай болды. Түсәлет еді. Олы сол ертеңгі жарты стакан самогоннан кейін өлтірде жатқан. Есіктің қоңырауы безілдеп қоймаған соң барып, әуелі көзі ойықтан үңілсе, өзі бірде өкпесі өшкенде өңмен деген қаралбастының бірі тұр. Ашты. Привет, старик. Шүкір. Ерик дома? Дома болғанда тұралса, мас, наверное, да? Да пусть. Собственно говоря, я пришла к тебе, Аташка. Маған? Я саған. Нағыл деп? Срочно 5000 теңге керек. 5000 теңге? Не деп берем оны саған? Не деп берем? Трахать любишь? Думаешь, мен білмейді? Сын, потом отец. Ты, Аташка, ой-ой, даже невозможно поверить, какой ты сексуальный гигант. Мына ғаншық біліп жатқан екен ғой, деп ойлады шал, іштей бір түрлі секемденіп. Құдайдың ұрғанай. Так что, дорогой гигант, гони деньги, а то Ерикті қазір оятып, обо всем расскажу. Как сойдет? Жә, деп шал елпілдеп кетті. Екі көзі ұлы жатқан бөлме жақта. Қазір енді нетелік? Өзің өтші былай балконға. Давно вы так,
деп қарасаны жалтыраған қаралбасты қайқаң-қайқаң басып айтқанын істеген. Сен осында тыныш отыр, деген шал осы елпең деген қалпы тым баяу сөйлеп, мен қазір келем. А ты куда? Айтқаныңды әкелмейін бе? Только скорей. Шал қалтаңдап шекелік сатып отырған баяғы жасамыс жуан әйелді бетке алған. Ары қарап еңкейіп әлденесін түртпектеп жатыр екен. Иттің қалың құйрығының енді сала құлаш. Мынау сұмдық қой дегенде қара тілінен қан тамып тұратын бетті пәлекет. Оған таңғалмай-ақ қойыңдар. Көрінген еркек көтендеген көтендей жалпайып жіберген деп қарқ-қарқ күліп қарап қалды. Жайшылық па? Елге қарап тоңқайып деген бұл таяп келіп. Әзіл деген түрі. Саған қарай жел жіберіп тұрмын, деді қолма-қол қолтығына су сеуіп сөйлейтін пәлекет. Шал осы жауап қайтаруға шақ қалып өйтпеді. Ісі түсіп тұрғанда оның үстіне ана жолы сарғанат сандуғаштарды дәлдеп жүрміз деп меселін қайтарып жібергені тағы бар. Иә, жол болсын, деді әйел. Қайда жайылып барасың? Өзіңе қарайда. Қойшей, рас? Айт, анада артық кеттім. Кетсең не қыл дейсің? Кешір деймін де. Есі бар еркек кешірімді олай сұрамайды. Енді қалай? Айтсаң шөзің. Өкпе төсекте тарқайды, көрші. Шалдың денесі мұздап қоя берді. Уыздары сары сайтандар мен қара албастылардан кейін мынаған, бірақ амал ғане. Менің де ынданым құрып тұрған жоқ па? Міне иманым деші. Иманға сенесің бе, маған сенесің бе? Онда, деп жуан әйел жайраң-жайраң етті. Әуелі, деді шал, маған 5000 теңге бере тұрсаң? Неге? Не деп? Қарызға әрине, балаға апарып беремін де, көзді ашып жұмғанша пәтеріңде боламын. Қағып сілкіп төсек жайлай берсең? Қайдам? Анау қылмыңдап тұр. Ақша берсе де жанына еш еркек жата қоймайтын байғыз ұрғашының бұған өлердей діңкелеп тұрғанын шал білді. Уақытты бекер оздырмайықта. Қашан қайтарасың? 11-дегі пенсиядан. Дәл қазір келетінің шын ба? Келмей бірдеңе ұрып па? Дегенмен куәлігіңді беріп қой. Сенбеймісің? Куәлігіңге сенем. Қаралбасты балконда темекісін бұрқыратып отыр екен. Мұны көріп орнынан тұрды. Принес? Мә. Қыз санап алды. Еруку передаш привек. Қой айналайын. Запомни, Аташка, при необходимости я приду к тебе за деньгами. Шал әлдене айтып та үлгерген жоқ. Қасы көзін қылмыңдатып, мұның ауын алақанымен қаққыштап, айда, бессмертный гигант, пока, деп шығып жүре берген. Содан бері ол пәлекет есіктен әнеміне кіріп келетіндей зәре құты қалмады. Кім қашан келсе де қалтасын тесіп тұратын 5000 теңгесі қайсысы. Қара албасты анау өзі өліп өшіп әуреленген 2-3 сары сайтандар да келіп жүрсеше, баласы естісе, білсе. Бара-бара шал самогон ішуін жиілете түскен. Бәрін ұмытайын дейді. Адам өз күнәсінен үрейленуі сұмдық екен. Жанына еніп алған қорқыныш қолқа жүрегіңді суырып жеп не ұйқы, не күлкі бермейді. Кеше ғана әлпештеген әсем дүние, атқан таң, шыққан күн, туған ай, бәрі пәтуасыз бекер болып көріне берген. Бұрын соңды болмаған өкініш, опыну сезімдері 62 тамырын алма кезек буындырып, бойы бордай тоза бастаған. Шал балконнан шығып, ұлы жатқан бөлменің есігін ашты. Самогонның күлімсейісі мүңкіп кетіпті. Төсегінде 4 аяғы 4 жаққа кетіп, рабайсы жатқан ұлының өлі тірісі белгісіз. Ол ішінен шыққан шұбар жыланға әрі шошына, әрі өлердей жек көре қарады. Бір сұмдығы, осы мезет өзге түгілі өзінде ит етінен жек көріп, өзінен өзінің жүрегі айныған. Қалтаңдап бөлмесіне жетіп, жарты шөлмек самогоннан 1 стакандайын жұтып алып, төсегіне жантайды. Қанша жатқанын, қай кез екенін айыра алмады. Дабырлаған адамдардың даусы абанық естіледі. Тек не айтып, не қойып жатқандарын айырып болмайды. Не қылған адамдар? Подъезде осыншама адамның дабырлап тұруы мүмкін емес. Жердегілердің 5-ші қабатқа, 5-ші қабаттағы пәтерлердің есігі, терезесі жабық бөлмесіне дәл осылай таяу естілуі неғайбыл. Телевизор ма десе, ол да өшіп тұр.
Шалдың қолы қалтараңдап самогоннан тағы бір жұтқан. Содан бір кезде көз алдын елес кезді. Қарсы қабырғада әлдебір адамдардың селеуеттері байқалады. Басын сілкіп, көзін кеңірек ашты. Иә, селеуеттер. Бұлдыр-бұлдыр, бірақ анық көрінеді. Оң жақ жол, тау жолы, жаңбыр себелейді. Лайсаң жолдың арғы жиегінде бір топ адам әрқайсысы әртүрлі өлең айтып тұр. Одан ары тау ауа райын кесіп текше-текше жол салыпты. Текше жолдар бұралаң. Сол бұралаң жолда 4 адам саты көтеріп, лай кешіп төмен түсіп келеді. Сат үстінде киізге оралып ұзыннан салған сұлаба. Қайдан шыққан бөркі қоқайған біреу пайда болып, сұлабаның бас жағындағы жамылғыны көтеріп еді, шал өзін көрді. Өзі, беті қап-қара, шал көзін жұма қойды. Япырау, бұл не пәле? Өңіме түсіме? Түсі дейін десе ояу ғой, ой санасы орында. Сонда мынау қандай сұмдық? Кірпігін қайта көтерген, көзі қабырғада. Әне, сатылы топ сол орында әлі жүріп келеді екен. Бөркі қоқайған сұрап жатыр. Бұларың кім? Білмейміз. Білетін біреу бар ма? Білмейміз. Өзі қашан өліпті? Білмейміз. Енді қайда алып барасыңдар? Білмейміз. Шал әзірге сүйретіліп тұрып қабырғаға барды. Алақанымен сипап көріп еді, көріп жатқаны түгелі зым-ғайым. Төсегіне қайта келді. Қайта келіп көзін қайта жұмып, қайта ашқан. Қабырғада сол көрініс. Сатылы топ, сат үстінде өзінің сұлбасы. Беті қап-қара. Бағанадағы әрқайсысы әртүрлі өлең айтып тұрғандар табжылмапты. Кенет әлгілердің иықтарындағы саты шыңырауға қарай құлап кетті. Өлең айтқандар да, саты көтергендер де, бөркі қоқайған оған назар аудармады. Шал үңілген. Сонда жарлауықтың терең түкпіріндегі шалдықта жатқан өзін көрді. Өз өлігін өзі көріп тұрған байғұста зәре-құт жоқ. Топырақ салмайсың ба? Дейді өлген өзі бұған. Үздік озық азынап, аңырап шыққан даусын оның өзінен басқа ешкім естіген жоқ. 2 күн өтіп, 3-ші күні шал есін әзер жиды. Тәлтеректеп, зордың күшімен орнынан тұрған. Ілбіп дәлізге шығып еді, мұрнына сұмдық бір жағымсыз бөтен иіс келді. Ас бөлмесіне кіріп еді. Ас столының бетінде де, еденде де, ас қалдығы не басқалай бұзылып иістеніп кететін еш нәрсе байқалмайды. Ұлы жатқан бөлменің есігін ашқан. Әлгі аса жағымсыз бөтен иіс сол жақтан бұрқ етті. Баласы төсектен жерге құлап түсіпті. Аяқ-қолы тарбиған, арса-арса қу сүйек.